Сәлеметсіздер ме? Бүгін мясной ассортиге қойылатын осындай тауық етінен әдемі рулеттер жасайтын боламыз. Алдымен тауықтың 300 грамм төс етін блендердан немесе ет тартқыштың майда көзінен өткізіп аламыз. Оның үстіне бір тіс чеснок, жарты қасық тұз, қызыл және қара бұрыш салып жақсылап араластырып аламыз. Тұз және бұрышты татымына қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша саласыз. Сонан соң үстіне бір дана жұмыртқа салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болу керек бізде. Етті дайындап болған соң үстел үстіне фольга төсейміз. Ол фольганың үстін сұйық маймен жақсылап тұрып майлап шығамыз. Біздің етіміз ол жабысып қалмас үшін етті қолмен жайып шығамыз. Өте жұқағып жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Фаршты жайған кезде қолымызды майлап алсақ, қолымызға жабыспайды. Сонан соң нори жапырақшаларын қойып шығамыз. Мен ортасынан бөлдім. Оның жиектеріне кепкен кез келген жемісті қоюға болады. Мен сары өрікті қойдым. Қара өрікті қоюға да болады. Сонан соң ораймыз. Орағанда жиегін видеодағыдай бірінші осылай қойып аламыз. Асықпай ораймыз. Себебі жабысқақ болып келеді. Ет өте жұқа жайылғандықтан. 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Егер мына осы тұрған рулетті қарайтын болсаңыздар, бұл жерде нори ұзын болып тұр. Мен бұл жерде нориді ортасынан бөлген жоқпын. Ал жаңа жасаған видеода мінекей бұл жерде біз нориді ортасынан бөлдік. Оны өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасауға болады.